Сәлем достар, мен Әлібек, бұл Техноказ арнасы. Бүгін бізде атаулы 10-шы шығарылым. Шүкір, 20 күннің ішінде достарымның қолдауының арқасында 10 видеоға дейін келдік. Соның ішінде Жорабеков Нұрдәулетке, Өсербаев Жолдасқа шын жүректен алғысымды білдіремін. Ал енді бүгінгі тақырыпқа келсек. Осыдан дәл 5 күн бұрын, яғни 8 мамыр күні, қытайлық Meizu компаниясы өзінің флагманды сериясын ары қарай толықтырды, яғни Meizu 17 және 17 Pro флагманды смартфондарының презентациясы болды. Бірінші Meizu 17-ден бастасақ, бірден дизайнына келейік. Дизайны осы 2020-да шығып жатқан басқа да флагмандарға түрі ұқсайды деп айту қиын. Оның арқа жағында камерасы, бірден 4 камерасы горизонтально қойылып, өте ұзын орналасқан. Және бір жағынан қытайлықтар симметрия жағына өте үлкен көңіл бөліпті. Енді оның практика жағында қалай болатынын Құдай білсін. Экранына келсек, 6-да 6 дюймді, 19-да 5-те 9 соотношениедегі экран. Бұл жолы Meizu өзінің смартфондарының рамкаларына өте үлкен көңіл бөлді, және соның арқасында рамкалар максималды түрде кішірейді. Соның арқасында оның жалпы алдыңғы панельдің экранның алатын үлесі 92-де 2%-ға дейін өсті. Және соның ішіне экранды да динамикті де сыйдыра алды. Динамик бұл жерде стерео қызметінде атқара алады. Және соның арқасында дауыстың күштілігі 30%-ға дейін өсіпті. Ал камерасына келетін болсақ, ол жерде алдыңғы жағында өткен жылғы Samsung Galaxy S10-ның камерасына ұқсап оң бұрышта орналасқан екен. Экранның матрицасы Super AMOLED 2340-ға 1080 разрешениемен, яғни Full HD+, ал частота обновлениясы экранның 90 Гц. Басқа компаниялар сияқты Meizu бұл жолы тренд қуып 120 Гц-та экран орнатпады, олардың қайта 60 пен 120-ның ортасын, алтын ортасын тапты былай айтқан кезде. Ал яркостьна келетін болсақ, 700 нит. 700 нит дегеніміз орташадан жоғары жақсы көрсеткіш. Ал сканер отпечаткасына келсек, бұл жолы экранның өзінде орналасқан. Компанияның айтуы бойынша өте тез істейді деп жатыр. Ал жаңа технологиялардан келсек, бұл жолы 5G интернет жылдамдығында ұсынды, және соны көтере алады деп жатыр. Оған M-Smart технологиясын қосып, оның энергоэффективтілігін одан әрі арттырды. Яғни 5G интернетті қолдана отырып, оның аккумуляторға ондай үлкен қысым көрсетпейтіні белгілі болды. Енді ең қызығы, ең көп Meizu'дың фанаттары күткен жайт процессоры. Ең қымбат, ең көп сұранысқа ие әрі мощный процессор Qualcomm Snapdragon 865-те наконец-то Meizu'ға келіп орнатылды. Жалпы енді Meizu'ға көп тағылатын айыптан арылды десек болады. Енді Meizu'да производительность жағынан проблема болмайдының қасы, ал оперативті жады бұл жерде 8 гигабайт, ал негізгі жады 128 және 256 гигабайтты бола алады. Ал бірден коробкадан 10-шы Android'та Flyme 8.1 оболочкасында келеді. Ал енді аккумуляторы. Оның аккумуляторының көлемі 4500 мАч, ал қуаттағышы болса максималды 30 Вт. Ал енді камерасына келсек, арқа жағында 4 камера және вспышка орналасқан. Ең негізгісі вспышканың сол жағында тұрғаны, ол 64 мегапиксельді Sony'дің IMX686 сенсоры 1.8 апертурамен. Ал шеткі сол жағындағы 12 мегапиксельді камера 1.9 апертурамен, ол негізгі камерамен қосыла портретті режимге жауап береді. Ал вспышканың оң жағындағы бірінші камера 5 мегапиксельді макро режимге арналған. Ал сонымен соңғысы ең
оң жақтағы камера 8 мегапиксельді ширик. Ең қызығы, екі жағындағы камераларға да ночной режимді және де жетілдіріп орнатты, яғни күннің қараңғы уақытында жақсы түсіре алуы мүмкін. Ал алдыңғы камерасы 20 мегапиксельді. Ал енді жай 17-ден 17 Pro-ға көшсек, ол жай 17-ден Pro версиясы екі жағынан айырмашылық етеді. Бірінші, камерасы. Камерасы жай 17-ге қарағанда Pro версиясы кең бұрышты камерамен жабдықталды. Олар рекордты 129 градусты ширик камерасын орнатты. Ал екінші айырмашылығы, бұл 17 Pro версиясы сымсыз қуаттау технологиясына ие, яғни 27 ватты бұл сымсыз қуаттағыш 0-ден 47%-ға дейін жарты сағаттың ішінде жеткізеді. Ал енді бағасы Meizu 17-ден бастасақ, ол 8-де 128 гигабайттығы 3700 юань, ал 12-ші май күнгі курста $522 құрайды. Ал 8-де 256 гигабайттысы болса 565 ақш долларын құрап отыр. Ал енді Pro версияның бағаларына келсек, ол 8-де 128 $607, ал 12-де 256 гигабайттысы болса 665 ақш долларын сұрап отыр. Жалпы ойласақ, осындай $600 көлемінде басқа да смартфон өндірушілері мықты процессормен, осындай жақсы камералармен жабдықталған смартфонын ұсына алмайды. Үнемі баға жағынан қуантатын қытайлық OnePlus компаниясының өзі осы жылы шығарған флагманды сериясында $1000 жоғары сұрап отыр. Соларды келтіре кете, Meizu осы жылы действительно убийца флагманов шығара алды. Енді әрі қарай уақыт көрсетеді. Егер видеомыз ұнаған болса, лайктарыңызды аямаңыздар. Келесі видео не туралы болғанын қалайтын едіңіз? Комментарийге жазып қалдырыңыз. Келесі кездескенше қош. Оған да мән бермеппін, шыны керек. Оған да мән бермеппін. Соған бір қатты мән берген де жоқпын. Бәріне мән бер, өзіңе мән бер, сөзіне мән бер, аңқау болмайын аланың бәріне мән бер.